Құрметті достар, мен сіздерге менің номер 11 мамандырылған физика-математикалық мектебімнің үздік ұстазы, физика пәнінің мұғалімі, өңіріміздің беделді педагогтарының бірі Гүлжан Дайырқызы Қолбаева апайым туралы репортаж дайындап қойдым. Кәсіби тұрғыда мен кішкентай ғана анықтама бере кетейін. Жалпы жұмыс стажы 38 жыл, 11 мектепте 28 жыл. Енді Гүлжан апайымның алғыс хаттары, грамоталар, төсбелгілері жеткілікті. Мен сіздерге нағыз соңғы 5 жылдық нәтижелерін айтып кетейін. 2014-2015 оқу жылында ОБТ қорытындысы бойынша физика пәнінен 25 оқушы 100% сапа көрсетті. 2015-2016 оқу жылында 13 оқушы 100% сапа көрсетті. 2016-2017 оқу жылында 11 оқушы 100% сапа көрсетті. 2017-2018 оқу жылында 13 оқушы 100% сапа көрсетті. 2018-2019 оқу жылында 19 оқушы 93% сапа көрсетті. Бұл тамаша көрсеткіш емес пе? Осыған қоса, Гүлжан апайым менің оның жолдасы Марат Хамитұлы ағам екеуінің 60 жас мерейтойы екен. Осының бәрін қамтып бір үлкен репортаж болды. Қазір сіздерге қысқартылған нұсқасын ұсынамын. Бұл 4 бөліктен тұрады. Біріншісі Марат ағай мен Гүлжан апайдың отбасымен Сәуле Рақышқызы Рахимова апайымның жүргізуімен таңғы сенбілік дастарханында айта кетейін. Гүлжан апайым мен оның қайынысы бірге күшті ас дайындайды екен. Екіншісі Гүлжан апайдың шәкірттерімен онлайн сұхбатым. Үшіншісі Гүлжан апайым туралы мектептегі оқушылардың ой-пікірлері. Ал кеттік ендеше. Құрметті достар, бүгінгі бұлтты күнге қарамастан бүгін тамаша сенбілік күн. Мен біздің мектептің үздік педагогтарының бірі талай шәкірттерді тәрбиелеген Гүлжан Қолбаева апайымның үйіне келдім. Сәлеметсіз апа. Сәлеметсіз ба? Қош келдің. Қош көрдік апа. Апай, сіз осы үйде қанша жыл тұрып келе жатсыз? Осы үйге біздер 4-5 жыл болды, 2015 жылдан бері тұрамыз осы жерде. Мына үйді өзіміз салдық, өзіміз сосын қазір осы жерде тұрып жатырмыз. Ал жүр кірейік үйге. Қош келдің, үйге кірейік. Гүлжан апа, не істеп жатырсыз? Мен қазы жасап жатырмын. Сіз қазыны жиі дайындайсыз ба? Иә, әрине қыс мезгілінде осындай уақытта соғым сойған кезде үнемі қазыны өз қолыммен дайындаймын. Апа, сіздің мерейтойыңыз келе жатыр ғой, соған дайындап жатырсыз ба? Апа, әр әйел адамның тағам дайындаған кезде өз сыры бар. Ол не затқа байланысты деп ойлайсыз? Аға, тамақ дайындау сіздің де хоббиіңіз ба? Иә, менің де хоббиім. Мен де осылай тамақ дайындаған жақсы көремін. Осылай келіп, осы жерге. Ұлағатты ұйыған керемет жанұя. Мәкең мен Гүлікеңнің бүгінгі сенбілік таңғы астарына бірге келіп отырық. Мәке, Гүліке, бүгінгі сенбілік күндеріңіз әдем өтсін. Осы Мәке, сіз Гүлікеңмен қанша жыл болды отасқандарыңызға? 28 жыл болды. Осы жылдар қалай тез өтіп кетті ма? Тез өтіп кетті. Мәке, Гүліке, жыл қайыру бойынша сіздер екеуіңіз де тышқан жыл туылғансыздар. Осы екеуіңіздің бір тышқанға ұқсастықтарыңыз бар ма? Қандай ұқсастықтарыңыз бар? Тышқан енді жалпы өзінің ініне тасиды ғой. Бізде дәл сондаймыз да. Әсіресе Мәкең. Керек болсын, керек болмасын, барлықты үйге таси береді да. Құрдастардың арасында Мәкең мен Гүлікен қандай жұп, қандай дос? Біз өзімізге жақын татардың жақсы жұп. Гүлікен ұстаздық қылған, ұстаз Гүлікен қандай? Үйдегі жанұяның берекелі ақ орамал тартқан ана ол қандай? Жар ол қандай? Ұстаз ретінде ұлағатты ұстаз, өзінің бойындағы барлық сол ұстазға деген қасиеттердің барлығы осы кісінің бойында. Үйдегі енді ұстаз ана, үйде қонақ жай, дастархан осылай жаюлы, әрқашан мол.
әзілмен құрметі жарасқан қайын іні жеңгесіз. Осы жарастық сіздерге қай уақыттан басталды? Менің атым Рашид. Мына осы үйдің иесінің Марат деген туған ағам менің, Гүлжан деген туған жеңешем. Бар осы тіке бетімізге айтсайды, тіке тәкаппар тіке бетке ұртсайды. Артынан жасыру жоқ, разведчиктер сияқты анан айналып, мында айналып, өсек өмірдің сәні дейді, өсек қылып бірде бестейтін ондай несі жоқ. Тіке айтады, бетке осы болды, сонымен қатып қалады. Сіз екі керемет гүлдей өсіріп отырған екі қыздарыңыз бар. Сол қыздарыңызға өздеріңіздің бойыңыздағы қандай бір керемет қасиетті болашақта алса екен деп ойлайсыз? Қыздарымның енді менен алатын қасиеттерін айтсам, қыздарым әр уақытта мен еңбекқор болғанын тілеймін. Қарсы сөйлемеуге, адамның алдынан кесегөленің өтпеуге, артық жұрттың сыртынан әңгіме айтпауға тәрбиеледім деп ойлаймын. Сіздің ойыңызда, сіздің жүрегіңізде қалған ойыншығыңыз бар ма? Мен де қолыма қуыршақ алып, басқа нәрсе алып ойнап көрген емеспін. Жеңше, абысын тату болса, ас та көп дегендей, сіз осы әулетке қатыстырып не айта аласыз? Ағайынның аразы елдің сәнін кетірер, абысының аразы ағайынды кетірер дейді. Біздің арамыз тату, енді Сұрағым, сізді Гүлжан апай деген ширатып, бүйтіп жұмсап сондай заттар істемей ме? абысым ширатып алмайды. Себебі мен бұрын түстім бұл кісіден. Біздер енді татумыз. Жамандар жақсымын деп айқайлайды, жақсылар жақсымын деп айта алмайды. Жүрген соң баурайында күнде ойнап, таулардың биіктігі байқалмайды дегендей, өзінің бойындағы, жан дүниесіндегі таудай биік, жоғары сатыдағы қасиетімен белгілі кейбір адамдар күнделікті тірлікте көп көзіне түспей, пендешілік тұрмыспен өмір сүріп жатады. Осындай кісілігі мол, кішіпейіл, ақжарқын азаматтың біреуі бірегей деп айтуға болады. Құлбаев Марат Хамитұлы және оның жұбайы Гүлжан 60 жасқа шығып отыр. Достар, мен кезекті Гүлжан апайдың шәкіртімен байланысамын. Ол ауылда жоқ екен, жұмыс бабымен Теңізшевройл компаниясына проект басқару инженері қызметінде екен. Сәлем бердік Нұрсұлтан аға, менің есім Жансұлу, мен Ақтаудағы жас блогермін. Өңіріміздегі беделді еңбегі сіңіп жүрген үлгі тұтатын тұлғаларымен сұхбаттасамын. Мен Гүлжан Дайырқызы Құлбаева апайым туралы репортаж дайындап жүрмін. Ол сіздің ұстазыңыз болған екен. Соған орай сізге 2-3 сұрағым бар. Енді апай туралы. Дайынсыз ба? Сәлем Жансұлу. Айтып беріңізші, Гүлжан апай қатал ма, әлде жұмсақ апай ма? Бізге бір сұрақ қойған кезде, жалпы бұл кісінің мінезі өте жұмсақ болған. Ұқыптылыққа, мәдениеттілікке, немесе өзін ұстау, киім үлгісіне ол өте қатаң түрде қарайтын еді. Аға, апайдың қай қанатты сөздері есіңізде қалды әлгі күнге дейін? Бірақ маған ең қызық, ең еске қатты жатталып қалған сөзі ол сенген қойым сен болсаң, мағараған бар болсын деген сөзі. Оны бізге жалпы ұбытты тапсырған кезде де, немесе басқа жерлерде өзі қолданатын еді. Сол сөзді ойланып отырып, осылай анализ жасаған кезде бізге кішкене бір жігер, мотивация туғызатын еді. Нұрсұлтан аға, Гүлжан апай мен Марат ағайымыз 60 жас мерейтойын тойлауда. Соған орай қандай тілек білдіресіз? Ескертем, бұл тілектеріңіз бүткіл Маңғыстау жұрты тыңдайтын болады. Солай ғой достар? Жансұлу, рахмет саған осындай мүмкіндік тудырып жатқанына. Гүлжан Дайырқызы 60 жас мерейтойыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, әрқашан биіктен көріне беріңіз. Гүлжан Дайырна менің сүйікті апайым, ол физика сабағынан сауат ашты. Мен 2014 жылғы мамандандырылған физика және математика мектебінің түлегі.
Сөздің шыны керек, Гүлжан апайымыз біздің мектеп мұғалімдеріміздің ішіндегі ең талапшыл мұғалімдердің бірі болды. Кейде сұрақтың мәнісін түсінбей, есепті дұрыс есептемесең қатты ренжитін еді. Бірақ бұған қарамастан таянбай көмектесуге дайын болған апай болды. Құрметті ұстазым, сізді бәріміздің қамқоршымыз, шәкірттеріңіздің жылы жүректі ұстаз болғаныңызды мақтан етемін. Гүлжан апай, өмірде әркімнің өз жолы бар. Ал оны дара ету өз қолыңызда. Сіз осы физика пәнінің педагогы болуға кім әсер етті? Бұл жас кезінде әркім әртүрлі мамандық таңдайды. Бірақ сол кездерде мектепте жоғары сыныпта оқып жүрген кезде маған математика пәнінің мұғалімі Гүлнар Әбілтаева дейтін мұғалім келді де, осы кісінің еңбегіне қарап, мен мұғалім болды армандап, мұғалім болып оқуды жалғастырып оқып бітірдім. Сіз басқарып келе жатқан мекемеде 100-ден астам педагог бар. Солардың әрбіреуі бір тұлға. Бірақ солардың ішіндегі бір ерекшелері болады. Осы Дайырова сізге қандай ерекшелігімен көзге түсті? Сұрағыңыз орынды, Сәуле. 100 мұғалім бар осы мекемеде. Гүлжан Дайырованың жалпы еңбек сүйгіштігі, ерінбей жұмыс жасайтындығы және өз ісінің бір адал маманы ретінде айта аламын. Ағайын, мүмкін сіздер Гүлжан апай мен Марат ағайдың бір-екі қырын білетін шығарсыз. Менің репортажымның толық нұсқасын қарасаңыз, одан да көп қызық жайттарды біле аласыздар. Қапы қалмаңыздар, репортаждың толық нұсқасы менің YouTube арнамда шығады. Сау болыңыздар!